Кока-кола сусынын пайдасы. Бірінші, егер кастрөлді кетіріп алған болсаңыз, ішіне кока-кола құйып қайнатыңыз. Кастрөліңіз көз алдыңызда жаңарады. Екінші, кез келген суретті ескі етіп көрсетуге болады. Ол үшін суретті кока-колаға аз ғана батырып кептіру қажет. Бірақ сурет толықтай суландырмаған жөн, әйтпесе құртылады. Үшінші, шаш бояуын кетіреді. Байқаусызда өзіңіз қаламаған түске шашыңызды бояп қойсаңыз, кока-кола арқылы кетіріңіз. Төртінші, ескі тиындарды кока-колаға салатын болсаңыз, олар жарқырап шыға келеді. Бесінші, шайнектің ішіне кока-кола құйып, оны бір күнге қалдырыңыз. Қақ толығымен кетеді. Алтыншы, унитазды да кока-коланың көмегімен тазартуға болады. Жетінші, тұздыққа 1/1 есебінде кока-кола араластырып, артынша оны етке қосып дайындауыңызға болады. Өте дәмді болады. Сегізінші, кока-кола шашқа арналған ең үздік кондиционерлердің бірі. Алдымен шашыңызды кока-колаға жуып, артынша кептіріңіз. 10. Шырышты ұлылар кока-коланың иісін жақсы көреді. Оны осы жәндіктерден құтылу мақсатында қолдануыңызға болады. 11. Асыл бұйымдарды тазартуға болады. Бірақ тастары жоқ бұйымдарды ғана тазалаған жөн. 12. Бір қазығы кока-кола асқазан ауруларына көмектеседі екен. Тек газы жоғын пайдаланған жөн. Мысалы, ұзақ жолда жүрек айнаған кезде кока-коланың газын шығарып ішетін болсақ, жүрегіңіздің айнағаны бірден басылады.